Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін осындай жұмсақ дәмді пирожкидің рецептімен бөліскім келеді. Каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Қаншама рецепттермен жасап көрдім. Маған ұнағаны ең осы рецепт болды. Бастысы арасы шикі болып қалмайды. Алдымен тестасын дайындап аламыз. 200 грамм жылы суға 2 ас қасық қант саламыз, 1 шай қасық тұз, 1 қасық ашытқы, 2 ас қасық сұйық май. Барлығын жақсылап араластырып, жылы жерге 15-20 минутқа қалдырамыз көтерілгенше. Бетін пищевой пленкамен жауып қою қажет. Беті осылай көтеріледі. Енді осыған 480 граммдай ұнды салып, жұмсақ қолға жабыспайтындай қамыр болғанша елеп аламыз. Қамырымыз осындай қолға жабыспайтын, жұмсақ, бір тегіс болу қажет. Таза салафанға салып, бетін жақсылап қысып байлаймыз. Осындай салқын мұздай суға салып қоямыз. Бұл тестаның ерекшелігі де осындай салқын суға ашытамыз. Салмасын дайындаймыз. Оған қайнатылған картопқа қалауларыңыз бойынша тұз, бұрыш салып жақсылап езіп, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Осылай азырақ укроп немесе көкпиязды турап қоссаңыздар болады. Дәмі ерекше болып тұрады. Қамырымыз салқын суда осылай 30-40 минут тұрғаннан кейін осылай көтеріледі. Әркім өзінің қалауы бойынша осындай үлкенді кішілі бөліктерге кесіп, алдымен дөңгелектеп, барлығын дөңгелектеп осылай қойып аламыз. Қамырды қатты жұқа, қатты қалың да етпей, орташа қалыңдықта жайып, арасына салмасын салып, жақсылап қысып бүгіп аламыз. Арасы ашылып кетпеуге қажет. Барлығын осылай бүгіп, бетін пленкамен жауып, 15-20 минутқа қалдырамыз. Кішкене көтеріледі. Майда жақсылап қыздырып алып, орташа отта 2 беті қызарғанша осылай кезек-кезек пісіріп аламыз. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріп, пікір қалдырып отырыңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын.